Бүгін жұмыстармен кеш босап, сонда да видео жазбай кетуге дәтім шыдамады. Өйткені бүгін 31 мамыр саяси қуғын-сүргінге ұшыраған, аштықтан қайтыс болған адамдарды еске алу күні. Сол себепті мен бүгін қысым көрген, репрессия көрген күйшілер жайлы әңгіме қозғағым келіп отыр. Әрине әңгіменің басын Құрманғазыдан бастайын. Білесіздер, Құрманғазы өмірінде әділеттілік үшін, шындық үшін күрескен азамат болған. Сол себепті ол сол кездегі билікке жақпай көп қуғындалды, түрмеде көп отырды. Оған дәлел Құрманғазының арба соққан, кісен ашқан, түрмеден қашқан Қызыл қайың деген күйлері. Енді жүректен ерекше орын алатын тәрбиелік мәні бар Қайран шешем күйі жайлы айтқым келіп отыр. Құрманғазы түрмеге айдалып бара жатқан кезінде анасына қарап көзіне жас алып жүреді екен. Сол кезде анасы Құрманғазыға қарап тұрып: "Ей Құрманғазы, мен өмірде ер жүрек батыр ұл таптым ба десем, су жүрек құл тапқан екенмін ғой" деп шапалақпен бетінен тартып жібереді. Сол кезде Құрманғазы іштей құса болып, бір жағынан іштей анасына риза болып, Қайран шешем деген күйді шығарады екен. Айта берсем, ондай оқиғалар өте көп. Тағы да сондай бір күйші, ол Әбді. Әбдінің күйлерін саясатқа қарсы, ескілікті көксеген музыка деп Әбді күйшіге сол кезде ату жазасын тағайындайды. Сол кезде Әбді өзінің соңғы өтінішін жасайды: "Маған халықтың арасындағы дара күйші Әбікен Қасеновті жіберіңдерші, менің оған айтар соңғы өсиетім бар" деп Әбікен Қасеновті өзіне шақырып алады екен. Сол кезде екеуі жолығып, Әбді Әбікенге өзінің Қосбасар күйін орындап: "Осы күйді мен саған аманат қылып тапсырдым, болашақ ұрпаққа бұл күйімді жеткіз" деп өзінің өсиетін айтады екен. Міне, сол Қосбасар күйі қазір домбырашылардың бәрі орындап жүр. Мен осы видеоның астына қазір сондай күйлерді белгілеп кетем. Сіздер де осы күйлерді тыңдап, біліп жүрсеңіздер деген ниетпен осы видеоны жазып жатырмын. Егер ақпарат қызық болса, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырсаңыздар, Құдай қаласа, тағы да басқа тұлғалар жайлы айтатын боламын.